Gördünüzdür mü ağayınlar? Мінекей. Мырзалының мешіті деген мешіт бұл. Не олай? Бірдеңе темір. Мына жерде дәретханасы болған. Мына жерлер енді биттер болар. Мынау мешіт міне. Бұның тарихы бар. Ютубтан Мырзалының мешіті десең, осыны көрсетеді. Сол кезде осы біздің аталарымызды тығылтып, осы жерде оқытқан мінекей. Ол деген Құран оқып жатқан. Ана жерде құлпытас бірдеңелері бар. Оны да түсірем қазір. Бізде уақыт жоқ. Аспан бұлттап, мына жаңбыр деген құйып тұр. Тек тез түсіріп жатқаным сол Құранға қарамай. Тәуекел бір Алла жар болсын. Азынан кешке дейін оқылып жатыр ғой Құран. Міне мешіт. Мына жерде есігі бар кішкене. Ой, біздің аталарымыз тие берсін. Марқұм болып кеткен аталарымыз осыда оққан міне. Россияның қуғын сүргіннің кезінде тығып осы жерге. Ислам дінін мойындатпай жоққа шығарып жатқан кезде осы жерде сол аталарымызды оқытқан ғой осы жерде тығып. Содан ислам діні сақтап қалған мінекей біздің аталарымыз. Содан бері әлі біз ұрпақтары осы арада арзан ағаштарын сындырып көрейін ба арасын қандай екен. Арасы шірімеген мына қарасай. Там шірік жоқ арасында. Мінекей. Сындырып көрсетейін мына қара. Шірімеген әлі. Нара үсті бұндай болмаған тек осынау сексеуілі қамыстар болған ғой. Қамыстары төмен түсіп кеткен. Міне. Төбесінен түсіріп көрсетейін сендерге. Мына жерде дәрет алып намазға дайындайтын жері. Көміліп қалған ғой, біраз көмілген. Қасыр. Материалдан көрсе, алғадан ақыды. Күні материалының өзі ондай қатты шірімеген материал ше, мықты нағара. Сексеуілді айтам ана, бар болса сексеуілді. Сол айтам мына сексеуілді қарсы. Мыналар кезінде дәу сексеуіл болған ғой, кішірейген. Нағара. Термитчі қуаңын ол. Так, мына жерде не? Құлпытас тұр ғой бір. Құлпытас тұрыншы. Мына жердің бәрі бұлайынша мазар. Көп жерінде жазып қойып, ана жерде новый молалар тұр. Малбеке, Шүмеке аспан кедей дейді. Байғара көшенұлы Бөртай дейді. 18-19 ғасырда өмір сүрген дейді. Белгі қоюшы балалары дейді. Тұяқ жолдас Есперген ұрпақтары дейді. Көшкенұлы Бейіс 1923 жылы қайтыс болған дейді. 1923 жылы қайтыс болған. Нақта не бар? Жыңғыл тұрған нарада. Опа, нарада бұлақ бар екен. Су тұрған нарада. Так, асқыстауымыз сәл. Жаңбыр құйып тұр. Ыссы бұлақта вообще мына қарасай айда-қайда. Мына жерлер мазар міне. Мынау не деген? Ырза ұлы Тұрмағанбет дейді. Матай қожа дейді. 1880-1923 жылы қайтыс болған ұрпақтар. Сосын кейін оқып аламын видеодан қарап. Адамдар уже ана жаққа барған. Мені күтпейді ғой. Тастап кетер, қалып қоярмын. Мінекей мына жерде істілеу. Өйстіп қоя салайын, оқып алармын сосын. Мінекей біздің аталарымыз оққан мешіт. Ыспа жалдың ортасына мешіт салып осылай. Нарада новый нелер. Иса істілеу 1900 ұлы 1975 дейді. Мінекей.
несін құлпытасын түсіре салайын. Сізге ұлы Иса дейді, бұның тоғыш. Бергі қоюшы балалар, немерелер, шөберелер дейді. Кесеме арнайын Шөлбай қызы Палуа дейді. Бұл Шүмекей Кедей дейді. Мұнан бәрін түсіре бересің, жүре бересің. Мінекей. Нарада Ахмет қызы Нұрсипат дейді. Мынау не жер. Мықты құлпытас екен бұл. Не дейді мынада? Иса Шертай дейді. 1973-2008 жылы қайтқан екен. 1-8 айда. Жақында қайтқан бәсе 2008 жылда салған ғой. Әнекей. Мына жерлерде мазар болған. Екен, ана не дейді? Мынау вообще новый ғой. Шертайлы Бүркітбай дейді. 1962-2025 ойбай. Былтыр қайтыс болыпты, біз 2026-та келдік. Ал, кеттік, ал қайтамыз енді біз. Сықлыққа. Оу! Не дейсіңдер? Сымға дізілген торғайлар ұқсап тұр. Мазақ қылып қояйын болады. Мынау не біле? Кім ба? Басына ұрып отыр ма не? Бастан ұрып отыр. Ұрып отырамыз еді. Жүгіне кетіп қалма қатырасынан оңды. Ал давай, кет.